Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен Мәртөк ауданы номері 2 орта мектеп гимназиясы базасында жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқу процесін жобалау тақырыбында облыстық семинар-практикум өткізілді. Семинар-практикумның мақсаты мұғалімдерге жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша ақпарат беру, педагогикалық тәжірибені жетілдіру, педагогтардың практикалық дағдыларын қалыптастыру және кәсіби құзыреттіліктерін арттыру. Алғашқы секцияда жаңартылған білім мазмұны негізінде білім беру міндеттерін шешуге бағытталған оқытудың технологиялары мен тәсілдерін қолданудың тәжірибесі ұсынылды. Кафедра оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Андирова Венера Теміржанқызы жаңартылған білім мазмұнының негізгі басымдықтарына тоқталды. Аудан мұғалімдері мәңгілік ел ұлттық идеясына негізделген жаңартылған білім мазмұны міндеттерін шешуге бағытталған оқытудың жаңа технологиялары мен тәсілдерін қолдану тәжірибесін ұсынды. Екінші секция жұмысы оқу процесінде балалардың зерттеушілік қызметін ұйымдастыру тәсілдері мен педагогикалық міндеттерін талқылауға негізделді. Номері 1 орта мектептің мұғалімі Бекмағамбетова Жанаргүл Таңатарқызы оқушылардың танымдық қызметін белсендіру, шығармашылық қабілетті дамыту мақсатын көздеген шебер класс көрсетті. Оқушылардың оқу жетістіктерін қалыптастырушы бағалау бұл 3 секция тақырыбы. Номері 3 орта мектеп мұғалімі Байбарақова Гүлбаршын Жоламанқызы білім беру процесінде критериалды бағалау жүйесін қолдану, тұлғалық жетістіктерді бағалау мен өзін-өзі бағалау тәсілдерін ұсынды. Семинар-практикум соңында педагогтар оқу процесін жобалауда белсенді оқыту стратегияларын қолдану бағыттарын зерделеп, білім беру үрдісіне қатысушылардың барлығын критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктерімен таныстыру қажеттілігін атап көрсетті.